Қазір мен айтайын деп отырған әңгіме жай ғана шетелдегі бір оқиға емес. Бұл адам баласына келген үлкен ескерту. Жаңа жыл, күлкі, музыка, от шашу, қуаныш. Бірақ дәл сол түні 40 адам тірідей жанып кетті. Олар таңды көреміз деп ойлады, бірақ таңды көрмеді. Швейцария, әдемі ел. Қауіпсіздік бірінші орында деп саналатын мемлекет. Сонда да бір түнде 40 жанның өмірі үзілді. Бұл қалай болды? Не болды? Жай кездейсоқтық па? Әлде біз ойлануымыз керек белгі ме? Бүгін осыны бірге талдаймыз. 1 қаңтар, түнгі уақыт. Швейцарияның Кран-Монтана деген туристік қаласы. Қыстың нағыз ортасы, шаңғы курорты. Байлар, туристер, жастар. Сол түні бір барда жаңа жыл тойланып жатқан. Музыка қатты, ішімдік, адам көп, ешкім ертеңді ойламады. Сол кезде шампанға қойылған от шашу секілді спарклер тұтанады. Бір сәт, от төбеге тиеді. Төбе ағаш, дыбыс оқшаулағыш материал, отқа өте тез жанады. Алла сақтасын. Бірнеше секундтың ішінде бүкіл төбе лап етеді. Адамдар не болғанын түсінбей қалады. Түтін, қараңғылық, айғай. Есіктер тар, шығатын жол аз. Кейбіреулер құлап жатыр, кейбіреулер бірін-бірі таптап жатыр. Ал от күтіп тұрмайды. Нәтиже 40 мәйіт, 100-ден астам күйген адам. Кейбірі сол жерде жан тапсырды, кейбірі ауруханада қайтыс болды. Олар қылмыскер емес еді. Олар соғысқа бармаған. Олар қарапайым жастар. 14 жастағы бала да бар. 20-30 жастағы жігіттер мен қыздар. Олар да біреудің баласы, біреудің бауыры, біреудің сүйіктісі. Сол түні олар үйге қайтып келеміз деп шықты. Бірақ табытпен қайтты. Мына сұрақ мазалайды. Егер сол түні сен немесе мен сол жерде болсақшы. Кейін белгілі болды. Ол бар бірнеше жыл тексерілмеген, өрт қауіпсіздігі талаптары сақталмаған, шығу жолдары жеткіліксіз болған. Яғни ақша табу 1 орында, адам өмірі 2 орында. Бұл тек Швейцарияда емес, бұл барлық жерде бар проблема. Бизнес, көңіл көтеру, пайда. Ал жауапкершілік жоқ. Ал енді ең ауыр жеріне келейік. Құранда не дейді? Әрбір жан өлімнің дәмін татады. Олар сол түні өлеміз деп ойлады ма? Жоқ. Біз ертең өлеміз деп ойлаймыз ба? Жоқ. Бірақ өлім ескертіп келмейді. Тағы бір аятта кенеттен келеді. Міне осы оқиға соның дәлелі. Ішімдік, музыка, азғындық. Осының ортасында жан тапсыру. Ал біз ше? Біз дайынбыз ба? Бұл жаңа жылға қарсы видео емес. Бұл ұйықтап жатқан жүректерді ояту. Сен жаңа жылды тойласаң да ойлан, тойламасаң да ойлан. Өйткені мәселе мерекеде емес, мәселе қалай өмір сүріп, қалай өлетінімізде. Егер осы түн соңғы түн болса, біз кімге қарызбыз? Кімді ренжіттік? Қандай күнәмен жүрміз? Телефондағы видеолар емес, ақша емес, көлік емес, қабірге тек амал барады. Бұл видео үркіту үшін емес, бұл ойландыру үшін. 40 адам статистика емес, 40 адам тағдыры. Бәлкім Алла бізге осы жаңалық арқылы айтып тұрған шығар. Сөзімді дұғамен аяқтайын. Алла тағала бізді кенеттен келетін өлімнен, дайын емес күйде жан тапсырудан сақтасын. Әумин.